Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Қайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода мына көріп тұрғандарыңыздай ескі презентацияны қазіргі заманауи стильдегі әдемі презентацияға айналдыратын боламыз. Егер де видео қызықтыратын болса, онда соңына дейін көріңіздер, каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Мынадай әдемі переходтарды үйреніп алу үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Мышканың жағын басамыз, формат фона деген таңдаймыз. Мына жерде заливка деген жерден рисунок таңдаймыз, вставить дегенді басамыз, из файла дегенге барып, керекті суретімізді таңдаймыз. Мына суретті таңдадым. Енді вставка фигура дегенге барып, төртбұрышты фигураны таңдап, осы беттің үстінен барлығын жабатындай етіп сызып аламыз. Мышканың жағын басып, формат фигураға барамыз. Заливка деген жерден сплошная заливканы таңдаймыз. Үстін ақ етеміз. Прозрачность деген жерге примерно 20% берейік. Сол кезде артындағы сурет кішкене көрініп тұрады. Анау линия дегенге барып, нет линия дегенді таңдағанымыз дұрыс. Енді вставка оның ішіне фигура деген жерден мынадай фигураны алып, мына жерге сызамыз. Бұның кішкене жоғарысында сары дөңгелек тұр, осыны қолдансаңыздар, фигура кішкене өзгереді. Бұның да оң жағын басып, мышканың оң жағын басып, формат фигура деген таңдаймыз. Сплошная линия, жоқ, заливка дегенге барамыз. Сплошная заливка, осы қою көк түсін таңдайық. И прозрачность тоже бір кішкене 20% берейік. Ал линия дегенге нет линия дегенді таңдай берейік. Енді тағы да вставка фигура дегенге барамыз. Төртбұрышты фигураны таңдап, өте жіңішке етіп былай сызып аламыз. Енді вставка оның ішіне фигурадан төртбұрышты фигураны таңдаймыз. Бұны осы фигураның ішіне әкеліп орналастырамыз. Және осының барлығын белгілеп алып, заливка фигурадан қою көк түсін таңдаймыз. Контур фигура дегеннен нет контура деген таңдаймыз. Және контурын алып тастаймыз. Үлкейткен кезде мінекей осындай кішкене бір прикольный презентация шығады. Алғашқы презентацияда бізде осындай үлкен көлемде тақырып тұр. Осыны алып копировать етіп, жаңағы презентациямызға әкеліп, просто так Ctrl+V батырмасын қолданып қоя саламын. Бұл жердегі түсі, шрифт бәрі осы презентацияға өте сәйкес келіп тұр, сондықтан ешқандай өзгерту жасамаймын. Келесі бетте бізде мынадай екі түрлі диаграмма және мынадай қысқаша түрдегі тексті және мынадай тақырып тұр. Бұлай қарасаңыздар, мынаны өте бір түсініксіз, оқуға ыңғайсыз, но сары түстер ақ түске көрінбейді деген секілді. Негізі презентация жасағанда түстерге өте қатты мән беру керек. Қазір біз мына диаграмманы копировать етейік. И мында әкеліп қоямыз. Менге диаграммамызды қойдық. Біз, яғни мен осы презентацияны ақ, көк түстерге арнағым келіп тұр. Сол үшін мына диаграммаларында түсін көк түске ауыстырамын. Менге мына диаграмма үстінен басамын. Мына жерде конструктор диаграмм деген тұр, осыған барамын. Мына жерде изменить цвета деген бар, осы жерде көк түсіні таңдаймын. Және мына жерде карандашның суреті бар, осыны басамыз. Осы жерде диаграмманың стилін өзгертуге болады. Менге мынадай қылуға болады, мынадай әртүрлі стиль бар. Давайте для прикола осыны таңдайық. Цвет деген жерде менге осы жерден де цветін таңдауға болады. Ал мынау диаграмманың үстінен бірі четкен кезде, мына жерде плюс батырмасы бар. Осын басқан кезде, мына жерде ось, название оси, название диаграмм деп тұры. Осы жерден керек жеріне ғана галочка қойып, қалған алып тастауға болады. Название диаграмма деген галочка басатын болсақ, мына жерден диаграмманың атауын беруге болады. Неге осылай өзгертуге болады. Керек емес десеңіздер, дәл жаңағыдай плюс батырмасын басып, мына жерден галочканы алып тастай саласыздар. Дәл солай басқасында алып тастауға, қосуға болады. Неге осылай өзгеріс жасауға болады. Одан кейінгі келесі диаграмма үстінен басамыз, тоже изменить цвета дегенге барып, тоже болған көк түсін таңдаймыз. Мына жерде осы мышканың үстін басқан кезде конструктор диаграмм деген бар жоғарыда. Осы жерден мына жерде 3, 6, 9, 10 түрлі диаграмма етіп өзгертуге болады. Осы диаграмма басқаша етіп, мысалға мен мына біреуін таңдайын. Осыны таңдасақ, мінекей, мынадай сәл басқаша әдемі көк түстегі диаграмма шығады. Сәл кішірейтейін. Ал енді стильге кірісейік. Мына жердегі үшбұрышты фигураны аламын да, копировать етіп, мен мына жаққа келіп қоямын. Бірақ қойған кезде бұл жерге емес, басқа жаққа қоямын, сәл мысалға мына жерге келіп.
үлкейтіп қараған кезде мына бұрышында ғана кішкентай болып көрініп тұрады. Неге қазір түсіндіретін боламын. Одан кейін бізде мына жерде тақырыбын жазуға фигурадан төртбұрышты фигураны таңдап, мына жерге төртбұрышты фигура сызайық. Мышканың оң жағын басамыз, формат фигуры дегенге барамыз. Заливка дегенді қою көк түстіні аламыз. Немесе мына жерде градиентная заливка деген бар. Осыған барып, мына жерде қарап отырсаңыздар, точки градиента деген бар. Осының, мысалға, мына жерде кішкентай ғана значокпен көріп тұрсыздар ғой. Мысалы, осының ең шеткі значоктың үстін басып, мына жерде астына цвет деген жерден, мысалға, қою көк түсіні таңдасаңыздар, неге жоғарғы жағында оның түсі өзгереді. Ең шеткідегісінің үстін басып, мысалы, ақ түсін таңдайсыздар. Астың жағы ағарып жатыр деген сияқты кішкене бір екі түсті араластырып жасауға болады. Ал тип деген жерде мына жерде линейный деген шықты, мысалға радиальный деген таңдауға болады. Шамалы өзгереді. Прямоугольник, яғни төртбұрышты, немесе путь. Мысалы осындай нәрсені қоюға болады. Так, линейный деген тұра берсін, давайте. Мына жердегі түсті де қою көк түсін таңдасақ, сәл чуть-чуть өзгерді. Ал линия деген жерде нет линий дегенді таңдайық, давайте. Ал енді бұның тақырыбын үлкейтіп қарасақ, жазу көрініп тұр, нормально. Енді мына жерде, мына үлкен диаграмманың астында, мына жерде 4 түрлі мынандай текст тұр, осының барлығын көшіріп, мына жерге әкелуіміз керек, бірақ мен бұған кішкене фокус беру үшін мына тұрған фигураны әкеліп копировать етіп, мен мына жаққа әкеліп қойғым келіп тұр. Неге бұны әкеліп қойып жатырмын, неге басқасы емес, қазір түсінетін боласыздар. Көлемін өзгерте беремін, қалауымша түсін де өзгертемін. Так, сәл былай қыламыз. Мышканың оң жағын басамыз, формат фигурадан біз прозрачность дегенді алып тастаймыз. Қою көк түс бола бергені дұрыс. Енді үлкейтіп қараған кезде мінекей осындай болды. Мінекей мына жердегі 4 текстті көшіріп алып дәл жағына қойып шықтым. Мына жерде тоже текст тұр, көрінбейді онша. Осыны әкелдім де, просто қою көк түске бояп, мінекей осы жерге жазып қоя салдым. Енді келесі презентация бізде мынадай өте көрінбейтін. Осы презентацияны әдемілейміз қазір. Мына жерде мінекей сандармен алты түрлі конференция, бағыт бағдар дейді, тадам. Осы текстті әдемілеп жазамыз қазір. Келесі презентацияны ашайық. Жаңа біз формат фигураға барып, рисунок дегенді таңдап отырып, сурет қойғанбыз. Қазір вставка рисунки деген жерден қоямыз. Неге екенін қазір соңына қарай түсінесіздер, қарап отырыңыздар. Тақырыпқа сай бір мысалға мына сурет таңдайық, үлкейтіп аламыз. И дәл жаңағыдай фигуры деген жерден төртбұрышты фигураны таңдап, толықтай бетін жауып, осы фигураны сызамыз. Мышканың оң жағын басамыз, формат фигураға барамыз, сплошная заливка, осы жерден қою көк түстіні таңдайық, және прозрачность бізде давайте 30% құрасын. Ал линия деген жерден нет линия деген таңдаймыз. Енді бұлай барлығын белгілеп алып, осы белгілеген кезде астындағы суреті мен бетіндегі фигура екеуі бірге белгіленеді. Осы жерде Ctrl-G комбинациясын қолданып, екі сурет пен фигураны біріктіреміз. Сол кезде мінекей осындай екеуі біріктеді де бір сурет сияқты болып тұрады. Осы Ctrl-G секілді түрлі комбинацияларды егерде үйреніп, осындай жұмыстарды қолданғыңыз келсе, жұмысыңызды жеңілдеткіңіз келсе, онда менің осы комбинацияларды көрсетіп шыққан видеомды көрсеңіздер болады. Оның сілтемесін әлбетте описание бөліміне қалдырамын. Енді мына жерге вставка деймізде, осы жерде Smart Art деген жер бар. Осыны таңдаймызда біз мына жерде алты түрлі мына жерде текст тұр, осыны жазуға, әдемі етіп жазуға, мына жерден Smart Art деген таңдаймызда. Біреуін таңдайық осы жерден. Давайте мен мынаны таңдайын. Окей дегенді басамыз. Неке мына жерде 3 ғана текст жазалатындай орын тұр. Ал бізге алтауы керек, оны не істейміз? Қазір айтамын. Неке үшіншісін жазық, енді қалған үшеуін қайда сыйдырамыз? Осы үшіншісін жазып болғаннан кейін просто так Enter батырмасын басамыз. Сол кезде төртінші бізге страничка шығады. Жазып қойдым. Енді бұны сәл өзгертуге де болады. Осын жоғарыда конструктор Smart Art дегенге барамыз. Изменить цвета деген жерден түсін ауыстыруға болады. Мына тексттер бар ғой, мына жерде көп деген текст жазып. Осының барлығын копировать етіп, мына слайдтың бетіне емес, мына жаққа келіп ставить еткім келіп тұр.
неге екенін қазір оны да видеоның соңына қарай түсінесіздер. Мінекей мында әкеліп қоямын. Мінекей барлық тексттерді әкеліп вставить еттім, және де әр тексттің ортасына осындай вставка фигурының ішінен линияны әкеліп вставить етіп қойдым. Түсін әрине көк түске боядым. Одан кейін сол жақ шетте 3 презентацияның бетін кішірейтіп көрсетіп тұр. Осы жерден 3-ші презентацияға барып, мышканың оң жағын басып, дублировать слайд дегенді таңдаймыз. Сол кезде дәл осы презентация екінші рет көшіріледі. Одан кейін 4-ші презентациямен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде экранды кішірейтіп аламыз да, мына жердегі Smart Art дегенді жоғары қарай ысырамыз. Одан кейін қойған суретімізді де жартысына дейін жоғары қарай жылжытамыз, қалған жартысын қалдырамыз. Және астындағы тексттерді де жоғарыға қарай жылжытып, мына суреттің астына әкеліп әдемілеп қоямыз. Ал енді бізде келесі страничкада 8 түрлі сурет және презентацияның атауы бар. Осының барлығын көшіріп алып, жаңа презентациямызға келіп вставить етеміз. Кітірі батырмасын басып отырып, сурет, ненің текстің барлығын осылай белгілеп алып, барлығын бір жоға копировать етіп, алдыңғы презентацияда тұрған мына бір линияны копировать етіп болады. Осы презентацияға келіп вставить етемін. Бірақ бұны былай емес, былайынан ауыстырамын. Бұл жерге неге қойып жатырмын? Қазір тақырыбын жазатын боламыз осы презентацияның, бірақ мына линия эффект қосып жіберейік. Ол үшін жоғарыда формат фигураға барамыз. Эффект фигура деген жерден давайте подсветка, мына бір нәрсе берейік. Осы подсветканы берейік. Әдемі болды. Кішкене аздан сызуға болады. Мына суретті қоя алайық. Енді осы жерге мына тұрған тақырыпты әкеліп көшіреміз. Неге мына тұрған 8 суретті мен алдым да мынадай етіп қойдым. Неге қарасаңыздар, неге жаңағы линияны осындай кішкене подсветка беріп қойдық, тақырыбын жаздық. 8 суретті мен 2-ге бөлдім. 4-еуі мінекей мына жерде, 4-еуі былай сыртында тұр. Одан кейін мышканың оң жағын басып дублировать слайд деген таңдадым. Сол кезде мінекей 6-шы презентация ашылды. Сол кезде бастапқы 4 суретті былай сол жақ шетке шығардым да, мұны жаңағы оң жақ шетінде тұрған 4 суретті ақ бетке әкеліп қойдым. Ол видеоға түспей қалып та, сондықтан осылай түсіндіріп жатырмын. Қазір неге бұлай қойдым? Видеоның соңына дейін көрсеңіздер түсінесіздер. Неге бұлай болып жатыр, барлығын қазір көрсетемін. Енді осы 6-шы презентацияда тұрған мына линияны біз қайтадан копировать етеміз. Солай жаңа презентацияға оны әкеліп қоямыз, бірақ бұл жерде біз уже подсветкасын алып тастайтын боламыз. Бұл жолы төмен қаратамыз. Формат фигураға барамыз. Эффект фигурадан подсветка дегенді алып тастаймыз. Неге до конца бұзып алайын. Неге бұлай қойып жатырмын? Қазір түсіндіремін. Бұл жерде бізде келесі презентацияда неге мынадай ақпараттар берілген. Неге так, енді осы жерге біз кішкене әдемілік үшін встав, оның ішінде значки дегенге барамыз. Бұл интернет арқылы қосылады. Көптеген тақырыптарға арналған әртүрлі әдемі значоктар таба аласыздар. Бізге бұл жерде 5-еуі қажет. Давайте любой бір 5-еуін таңдай салайын. Так, 4-еу кетті, 5-еу. Вот. 5-еуін таңдадық, галочкалар тұр. Енді вставить деген басамыз. Неге мына жерде барлығының көлемі үлкен болып кетті, сол үшін тірі батырмасын басып отырып барлығын белгілеп аламын. И размерін олай кішкене кішірейтеміз. Және де барлығын түсін бір уақытта өзгертуге болады. Формат графического элемента деген барамыз. Заливка, рисунка деген жерден әрине қою көк түсіні таңдаймыз. Неге реттеп келтіріп алайық. Енді осы жерге жаңа біздің көрген тексттерімізді әкеліп вставить ететін боламыз. Барлығын қою көк түске бояймын. Мына жерге әкеліп осылай әдемілеп қойдым. Мына үшеуінің тұрған қатары бірдей. Мыналарда бірдей бір сызықтың бойымен тұр. Егер де ондай бірдей етіп қоя алмай жатсаңыз, мына жерде вид деген бар. Осы жерден сетка дегенді алып, дәл сетканың мына жерде сызықтар тұр ғой. Осының бойымен әдемілеп қойып шықсаңыздар да болады. Сетканы ала тұрайын. И мына жерге бір кішкене для прикол, типа статияға қатысты мындай ноутбукпен блокноттың суреті бар. Сурет қоя салдым. Енді
мына жерде бір қызық айтайын. Мысалға мына 4 суреттің біреуін алайық. Мысалға мынаны алайық. Суретті аламыз да формат рисунка дегенге барамыз. Область выделения дегенге барамыз. Осы жерде сіз қандай да фигураны, текстті, суретті қайсысын мысалға мышкамен шертетін боласыз, соның атауын мына жермен мінекей оранжевый цветпен көрсетіп тұр. Мысалға мына бірінші сурет таңдасақ, мінекей мынандай атау тұр. Осыны біз атауын қазір өзгертейік. Екі леп белгі қоямыз, одан кейін фото деп жазайық. Enterді басамыз. Одан кейін бұны жабайық. Одан кейін келесі презентацияға барамыз да, мына суретке тоже сондай атау береміз. Формат рисунка, область выделения. Рисунок 41 деп тұр. Осыған барамыз да. Екі леп белгі және фото деп жазамыз. Қазір анимация жасаған кезде бізге күшті анимация жасап беретін болады. Қазір көрсетемін. Және мына тұрған значоктардың барлығын копировать етіп аламыз да. Мына 6-шы презентацияға әкеліп, бағана қарай әкеліп қояйық. Қазір біз переход қойған кезде как будто жоғарғы жақтан осы значоктар келіп, мына презентацияға түскен секілді болады. И мына тұрған давайте тақырыпты копировать етіп, осы презентацияға келейік. 6-шы презентацияға келеміз де, мынау шет жағына, көрінбейтін жаққа келіп қоямыз. Қазір переход қойған кезде, мына текст 7-ші презентацияға ашылған кезде, мына текст осы сол жақ шеттен былай қарай деп кіріп келетін болады. То же самое мына 5-ші презентациядағы тақырыпты да копировать етіп, 4-ші презентацияға келіп ставить етейік. Бұны давайте сол жақ шеттен кіріп келетіндей қояйық. Осы жерге қояйық. Сол кезде сол жақ шеттен былай қарай жүріп келетін болады. Енді біздің презентация мінекей аяқталды. Қазір соңғы этаптар қалды. Так, енді последний әрмен қарай дальше негізі бар. Осы 5 бетке дейін ғана сіздерге көрсеткім келіп тұр. Сіздер негізінен білу керек үлкен фишкалар мінекей айтып келе жатырмын. Біріншісі, бағанада айтқанмын, бірінші презентацияда, яғни алдыңғы презентацияда қолданған фигураны, мысалы 3 бұрышты фигураны, екінші презентацияда қолданатын болсақ, осы жерде қолдандық. Мысалға, мына жерде тоже 3-ші презентацияда да, мына жерде тексттер тұр, фигура тұр. Осыны 4-ші презентацияға қойдық. 5-ші презентацияға шығу керек тексті, 4-ші презентацияға да әкеліп қойдық тексті. Дәл солай мінекей 6-ші презентацияға да 7-ші презентацияда тұру керек тексті әкеліп қойдық. Значоктарды да тоже әкеліп қойдық. Мына фигурамызда да бар. Қазір енді осыны сол жақ шетте тұрған презентацияның барлығын Ctrl-A батырмасымен белгілеп аламыз. Жоғарыда переходы деген жерден трансформация дегенді таңдаймыз. Сол кезде бізде әдемі переход шығатын болады. Қазір үлкейтіп көрсетейін. Үлкейтіп көрсетейін. Қазір мына тұрған 3 бұрышты және прямоугольник фигураға қарап отырамыз осы екеуіне. Келесісін басқан кезде екеуі әдемі жылжыды. Байқадыңыздар ма? Еще плюс мынаның бетіндегі ақ қойған фигура көк түсті фигураға айналып жоғары қарай көтерілді. Мына прямоугольник тоже жоғары қарай көтерілді. Ең астындағы фигураға айналды. Вот әдемі презентация, әдемі переход. Точнее, мына жердегі тексттарды тоже алдыңғы презентацияға қойсақ, мысалы қазір біреуін мысал ретінде көрсетейін, или мына диаграмманы давайте. Диаграмманы копировать етеміз, мына бірінші презентацияға барамыз, ставить етеміз. Давайте на сол жақтан осы біздің диаграмма келетіндей етейік. Так, қояйық. Қазір үлкейтіп қараймыз. Қарап отырыңыздар. Мінекей диаграммамыз сол жақтан ол жаққа қарай жылжыды. Әдемі переход па? Әдемі переход. Енді келесісін басамыз. Бұл жерде неге ондай болмады? Потому что біз ешқандай да ештеңе жасаған жоқпыз. Хотя бы мына тұрған смарт-артты біз мына екінші презентацияға апарған жоқпыз. Не сурет, не ештеңе қойған жоқпыз. Сол үшін бұл жерде ешқандай да әдемі переход болған жоқ. Мысал ретінде осындай да болады деп мен сіздерге көрсету үшін ештеңе қойған жоқпын. Екінші презентацияға өтейік те, давайте мына смарт-артты сол жаққа қарай қояйық. Енді презентациямызды үлкейтіп қарайтын болсақ, келесісін басқан кезде мына смарт-арт бізде әдемі переходпен келеді. Бізге алдыңғы презентацияға кейінгі презентацияда шығатын текст болсын, фигура болсын, сурет болсын, алдыңғысына неге қоюымыз керек? Осындай әдемі жылжитын переход шығу үшін қоюымыз керек. Енді келесін басқан кезде бізде барлығы жоғары көтеріледі де, астындағы біздің текстіміз жоғары қарай шығады. Не үшін жаңа текст астына қойып жатырмын, енді түсінген боларсыздар. Келесін басамыз,
мінекей байқадыңыздар ма, мына жерде тұрған бірінші линия екіншісіне барды. Мынау сол жақ шетте біз бағана тақырыпты сол жақ шетке қарай ысырып қойғанбыз. Мінекей оң жақ шетте, оң жақтан сол жаққа қарай жүрді, текст жүріп келді. Енді келесін басқан кезде хоп, почему-то мына бірінші сурет басқаша шықты. Неге? Қазір түсіндіремін. Негізі мынау последний суретке қойған дұрыс болатын еді, мен жаңа қателескен, оны ойламаппын. Енді келесі презентацияға өтетін болсақ, мінекей мына бірінші тұрған сурет, біз қайтадан көрсетейін. Мына бірінші тұрған сурет бізге үлкейіп екінші суретті беріп жатыр. Мына жерде тұрған линия, мына жерге келіп ұзынан тікесінен түсті, тақырып сол жақтан оң жаққа жылжыды, мына жердегі значокта жоғарыдан төмен қарай түсті. Байқадыңыздар ма? Қайтадан көрсетейін, анықтап қараңыздар. Мінекей вуаля, әдемі переход жасалды. Неге жаңа осы екі суретке бірдей атау бердік? Өйткені мына сурет пен мына сурет екеуі как будто бір фигура сияқты PowerPoint түсіну керек, екеуі бір фигура ретінде түсіну керек. Сол кезде әдемі переход жасап береді. Негізінен бұны соңғы суретпен алмастырғанымыз дұрыс секілді, қазір жерден қайтадан көрейікші. Келесі шығады. Топ. 5-ші презентацияда да өзгерту керек. Мына жерде. Бұлай екеуін орналастырайық. Енді қазір қайтадан көрейік. Мінекей жылжыды. Ладно, ничего страшного, но ең соңғы сурет былай жылжымай шыққаны, нормально. Давайте келесі дегенді басқан кезде жұқ суретіміз екінші суретке әдемілі үлкейіп барып айналып жатыр. Мінекей осындай әдемі переход жасауға болады. Жалпы менің айтқанымды түсіндіңіздер ме? Мен түсінікті тілде, точнее айта алдым ба, түсіндіре алдым ба? Егерде түсінбей жатсаңыз, бір нәрсені егер мен дұрыс түсіндіре алмай жатсам, давайте комментарийге сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Егерде бәрі түсінікті болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, жүрек сияқты әдемі смайликтеріңізді қалдыра кетіңіздер міндетті түрде. Және де бұндай тақырыптағы осындай форматтағы презентацияны, точнее видеоны YouTube каналыма қайтадан тағы да шығарайын ба, жоқ па, соны білу мақсатында сіздердің маған ответтеріңіз керек. Давайте комментарийге осындай видеолар шығар, немесе шығарма, керек емес, немесе керек деген сияқты әдемі жауаптарыңызды, комментарийлеріңізді қалдыра кетсеңіздер. Себебі үлкен еңбек бұндай видеолар жасау. Егер сіздерге керек емес болса, мен дәл осы жерден тоқтата қоямын. Бірақ сіздерге барлығы ұнайды деген сенімдемін. Сол үшін реакцияларыңызды аямаңыздар. Сіздермен болған Қайыпберген Жадыра. Келесі видеоларда кездескенше.